Мынау түріктер соққан 2016 жылы Қазақстанға тарту еткен мешіт. Түркістан қаласында орналасқан. Бұл мынау жаңа Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қасында орналасқан. Қазір аср намазын оқып шығып болдық. Мына айналасында уже не басталады? Керуен сарайы. Жалпы осы Түркістан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасына салынған жаңадан құрылыстарға мен осы түрлі видеолар шығаратын болам. Қазір мынау қыс уақыты, желтоқсанның 26-сы 2022 жыл. Мына жаңағы құрылыс жүріп жатыр. Мынау жаңа жабық қала деген. Бұл жерде неше түрлі жаңа қала табылған, соларды қайта реконструкция жасап соғып жатыр. Мына жақта жаңағы алғашқы президент паркі бар. Мынау ақтан басталады, кіреберіс былай қарай. Енді бұл жерлер өте үлкен территориясы. Мына паркке де бөлек тоқталып видео түсіріп өтемін сіздерге. Мешіттің мұнарасы. Қазір мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қарай жол тартамын. Сол жерде толығырақ кесене туралы көрсетемін видеода. Мынау парк осы жерден басталады. Негізі парк жазда, көктемде өте әдемі болады. Ана жақта көл бар. Енді қазір қыстың уақытысында түсіріп тұрмын. Мынау жаңа мешітіміз. Шығыс моншасы дейді. Бұл жерлер шынын айту керек, жазда өте әдемі болады. Жазда фонтан, мияқтың бәріне су ағып жатады. Мазалардың бәрі фонтан. Мынау жаңа стройка жүріп жатыр. Мынау жаңағы тұңғыш президент саябағы. Мынау жаңа хандарға арналған бір ескерткіш болып табылады. Мынау жаңа тұңғыш президент саябағы. Мына ішінде не бар екен көрейік. Айтқанымда қазақ хандығына арналған мемориалдық кесене дейді. Бірінші Кенесары хан, соңғысы Уәли хан. Кенесары хан, Көкей хан дейді. Нұралы хан, Жолбарыс хан дейді. Мынандай хандарды естімегенбіз ғой. Сәмеке хан дейді. Әбілқайыр хан дейді. Абылай хан, Әбілмәмбет хан, Болат хан дейді. Қайып хан дейді. Әз Тәуке дейді міне. Жеті жарғыны шығарған хан. Салқам Жәңгір хан дейді. Есім хан дейді. Есмұхаммед хан дейді. Тәуекел хан дейді. Сығай хан дейді. Шығай хан. Хақназар хан дейді. Қасым хан дейді. Бұрындық хан дейді. Жәнібек хан. Керей хан дейді. 1466-1773 дейді. Осы хандарға арналған ескерткіш, мемориалдық кесене.
Мынандай велосипедтер бар. Прокатқа аласыз, айдайсыз. Бұндай барлық қалада болу керек, бұндай велосипедтер. Мына көліктермен осы бүкіл осы құрылыс бәрін басшылар осымен аралайды. Осы көліктермен президент бар, басқасы бар. Гольф тұрағы дейді. Гольф кар дейді. Ажытқана бар екен. Режида андай бір сувенир сондай сататын магазин болса керек. Визит центр. Мынау жаңағы осы жердің бүкіл салынған ненің картасы. Мына жерлердің бәрі парк, мына жерлердің бәрі тұңғыш президент парк. Мына жерде жаңағы салынған нелер. Қазір осы жерге барамыз. Керуен сарай, мынаның бәрі керуен сарай. Мына жерде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, айналасы парк. Біз енді жерде мынандай сувенир сатылады, тақия ма. Мынау жаңағы кесененің алды. Алды жазда жап-жасыл болады. Қазір енді қурап кеткен. Мына жерде жаңағы адамдар демалады. Жазда өте ыстық болады бұл жақ. Плюс 50-ге дейін барады жазда. Өте ыстық болады. Арасында жел болады, ыстық жел. Бірақ бір таң қалатыны, мына жазда 50 градустың ішінде сол кезде мына кесененің ішіне кірсеңіз, сондай салқын болады іші. Ішінде не бар сияқты, кондиционер бар сияқты. Сол 14 ғасырдағы адамдар сондай технологиямен соққан бұны. Ішінде вентиляциясы бар. Байқап отырсаңыздар, қазір айналасында тесіктер болады. Сол тесіктен ауа кіреді де, салқын ауа кіреді. Қазір мен жақындап түсіруге тырысайын. Мына бір тесіктер болады арасында. Сол тесіктерден вентиляция болады ішке қарай. Салқын болып тұрады. Мына жақта енді құрылыс жүріп жатыр. Мынау жаңағы жерасты мешіт болу керек. Бұның бәрін түсіріп көрсететін боламын сіздерге. Мынау жаңағы осы жерден ары қарай басталады. Мынау жаңағы адам отыратын әдемі қылып болған екен ағаштан. Мына жерден ары қарай уже не басталады? Құрылыстар. Керуен сарай деген бар осы жақта. Так, мынау кесененің алды. Қазір мен алдына қарай баратын боламын. Жазда мынаның бәрі әдемі гүл болып тұрады. Так, мынау Асаханға ресми алған болса. Не бар екен алдында.
жерлер жаңағы адам демалатын жерлер. Мынау Есімхан кесенесі болу керек. Бұлардың бәрі іші жабық тұрады. Мына жақ кесененің алды. Ағаштар кезінде по-моему соғылып, кейін сол алынбай қалып кеткен болса керек. Мынандай әдемі құстар бар екен. Есімхан кесенесі анау екен. Мынау қандай кесене? Негізі бұл жерлердің бәрі айналасының бәрі мола ғой негізі. Дәл алдында мына Тәуке хан кесенесі бар екен. Тәуке ханға арналған кесене. Кесененің алдында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Кәдімгі күйген кірпіштен жасалған. Мынау Есімхан кесенесі. Ескерткіш. Дәл кесененің алдында. Жаңа алды. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл кәдімгі кірпіштен салынған. Қабырғалары бәрі кірпіштен салынған. Күйген кірпіш. Осыншалық биікте салынған. Арасындағы қандай нелер не дейін тұр ғой? Цемент па не дейді? Ағаш есік. Şöyle. Bu biletimiz giremiz. Kelesi esik. Kelesi esikten giremiz. Kelesi esikten yazı şuraya kadar kiremiz.
чим. Bismillahirrahmanirrahim. Басталды осы жерден. İşte кіреміз. Не дейді? Құдық қана дейді. Жаңа тайқазан. Тайқазанға барайық. Әзірет Сұлтан дейді. Тайқазан. Есік. Асхана дейді. Асхана дейсіз. Мында пештер бар еді. Кәдімгі қазан. Он жетінші, 18-ші ғасырда қазан. Бакуф Халим Аба жайлы деректер дейді. Астау екен. Қашап беруге арналған дейді. Қанан көрейікші. Olmay ма? Қазір бір көре салайықшы көгені. Құдыққана. Şahsaray idi.
қылыш. Қылыш қынабымен. Садақ буымен. Бұл жерде хан отырған ба деймін. Сырдың терісі. Қағаздар, қазақ хаттары дейді. Мынандай болған хаттар. Абылай хан. Печат. Печаттар осындай болған. Құран кәрім дейді. Құран кітап. Белдік дейді. Пышақ, балта, айбалта дейді. Қабанбай батырдың пышағы дейді ма? Мұны Қабанбай батырдың пышағы. Он сегізінші ғасыр. Құрметті YouTube көрушілері, мен қолымда қазір смартфонға арналған стабилизатор жоқ, сондықтан осындай сілкініп жүреді қолым видео. Келесі жолы әдемілеп жаңағы стабилизатормен түсіретін боламын. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қабірхана бөлмесі дейді. Осы жерде жатыр ғой, знай. Артынан із қалдырып кетті. Болашақ ұрпаққа осындай кемел ұстаз, ағартушы, дана, данышпан адам болған бұл кісі. Өте еңбектері көп. Фото, видео түсіру болмайды, бірақ біз түсіріп отырмыз. Так. Мына жерде Абылай ханның кесенесі дейді. Абылай хан дейді. Хадиша Сұлтан дейді. Билгісіз корона би дейді. Бибі дейді.
Biz sırtқа шықтық. Қожа Ахмет яссауи кесенесінің жаны. Sırtı, jаны. Arapça жазулар. Bak. Karşıda жүргенде туристер. Арт жағы. Uzorlar. Mына жерде бір кесене бар. Шілдехана дейді, Есетші мемлекет қарауында. Құрметті достар, міне мен мына кесененің арт жағында тұрмын. Жалпы көріп отырғандарыңыздай, қазір кесенеде енді көп адам жоқ. Бірақ сонымен қатар бұл жерде қыстың күні ауа райы да қатты салқын болмайды. Қар да аз жауады. Көріп тұрғандарыңыздай кесененің мына арт жағында тұрмын.